Бәріне сәлем, біз бүгін букет жасауды көрсетеміз. Мини букетті жасау жолын. Ол үшін бізге шпажки керек. Шпажки, сухофрукты. Алдын ала мен дайындап осылай сухофруктыларды шпажкиге кіргізіп дайындап қойдым. Сіздер өздеріңіз бірінші шпажкиді сухофруктыға осылай кіргізіп аласыздар бәрін дайындап. Ең бірінші біз ортаға мен центріне осылай гүлді қойдым. Осылай гүлді бірінші жасап, оған зубочисткаларды кіргізіп, содан кейін шпажкиде кіргіземіз. Мана гүл. Осыны бірінші орап аламыз. Бұл жерде негізі перчатканың керегі де жоқ, өйткені біз сухофруктыны шпажкиге кіргізіп жатқан жоқпыз. Сондықтан да перчатка болмаса да бола береді. Енді шеттеріне мен осылай жасыл цветпен қойып шығамын, әдемілеп. Мінекей біз барлығын осылай домалатып, гүлдің шетін жасап шықтық. Шпажкалар осылай тұрады. Енді келесі біз сары цветті алайық. Сары цвет бізде курага. Оны тоже дәл осылай жасай береміз. Міне кураганы шетінен қойып біттік. Енді оның сыртынан біз қызыл цветті цукатыды қоямыз. Курагадан кейін біз цукатыды қойдық, қызыл. Осы цукатыдан кейін біз инжирді тура осылай орналастырамыз. Айналдырып, әдемілеп тұрып орналастырамыз. Инжирден кейін біз финикиді
тура дәл солай, дәл сол қалпында айналдырып орай береміз. Мына шпажкелер бізде әртүрлі ұзындықта болады қазір. Осылай столдың үстіне қойған кезде осылай, ол сіздерде тұрмауы мүмкін. Мен қазір бәрін тегістеп дайындап қойдым. Сіздерде егер столдың үстіне қойған кезде тұрмай тұрса, астын секатор деген нәрсемен тегістеп қиып шығуыңыз керек болады. Бұл техникамен жасалған букет негізінде астын тегістегесін, шпажкелерді тегістегеннен кейін тұру керек, тұрады. Ал басқа техникамен жасалған букеттер бар, оларды былай қойған кезде тұрмайды, оларды тек былай ұстап жүретін букеттер бар. Ол басқа техника уже. Осылай барлығын тегістеп біткеннен кейін, бәрін орап, дайындап біткеннен кейін, біз сыртын слюдамен орап шығамыз, чтобы шаң түспес үшін. Ол үшін слюданы размеріне қарай өлшеп аламыз бірінші. Мен алдын ала дайындап қойдым слюдамды. Осылай аламыз. Енді бұны мына жерін скотчтаймыз, әдемілеп тұрып. Скотчтағаннан кейін артық жерлерін қиып тастаймыз. Мінекей біз слюдаға орап алдық. Енді бұған шаң түспейді. Енді бізде тек қана упаковка жасау қалды. Упаковканың түрі өте көп. Қалған упаковкаңызды жасай беруге болады. Жарасымды әдемі етіп. Егер букетіңіз өте кішкентай болып қалса, жүдеген қағазбен әдемілеп букеттің көлемін үлкейтіп көрсетуге де болады. Біздің каналымызға подписаться етіп қойыңыз.